Ақтауда Нұр Отан партиясының өңірлік сайлауалды штабы құрылды. Төрағалыққа облыстық мәслихат хатшысы Бекмұрат Жүсіпов бекітілді. Штаб құрамында белгілі партия және қоғам қайраткерлері, түрлі этномәдени бірлестік өкілдері мен Жас Отан жастар қанатының мүшелері бар. Қатысушылар саны 78 адам. Барлығы да бұрынғы сайлау жұмыстарына белсене араласып, тәжірибе жинақтаған. Қазір Маңғыстауда 2 қалалық, 5 аудандық штаб жасақталды. Орталық партия аппаратымен алдағы жұмыс жоспары мақұлданған. Келешек іс-шаралар бірнеше бағытқа бөлініп, кезең-кезеңмен орындалмақ. Аптаның әр күні бірнеше елді мекен мен еңбек ұжымдарында үгіт-насихат жұмыстар жүргізіледі. Өзімізден ұсынылатын кандидаттар болады, және Нұр Отан партиясы үшін дауыс беретін болады, партиялар үшін дауыс берілетін болады. Сонда біз өзіміздің партияластарымызды, жақтастарымызды, жалпы сайлаушыларды біз үшін, яғни Нұр Отан партиясы үшін, және Нұр Отан партиясын ұсынылып жататын жергілікті мәслихаттарға ұсынылатын кандидаттарымызға дауыс беру үшін барлық күшімізді жұмсайтын боламыз.